Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Айгерім. Бүгін мен 20 минутта дайын болатын өте қарапайым бисквитті рулеттің рецептін сіздерге ұсынбақшымын. Ең алдымен жұмыртқамызды қантпен жақсылап аппақ болып көпіргенше миксермен араластырып аламыз. Жұмыртқамызды шамамен 5 минуттай миксерлейміз. Жаңағы жұмыртқа қоспамызға ұн мен қопсытқышты және ванилинді қосып араластырып, електен өткізіп қосамыз. Одан кейін миксерді пайдаланбаймыз. Лопаткамен астынан қопсытып араластырамыз. Противенге пергамент қағазын жайып, дайын қамырымызды құйып, біркелкетіп жағып шығамыз. Одан кейін пешке 10-12 минутқа пісіріп аламыз. Енді кремін дайындауға кірісеміз. Кремін дайындау үшін қоюландырылған қайнатылған сүтті, яғни вареный сгущенканы және қаймақты қосып миксерледім. Рулетіміз өте тез дайын болады. 10-12 минутта пісіп шығады. Пергаментті қағаздан ажыратып, оны орамалмен ыстықтай күйінде орап тастаймыз. Рулетіміз әбден суығаннан кейін орамалымызды алып, рулетімізді жайып, ішіне кремімізді біркелкетіп жағып шығамыз. Бұның ішіне қалаған кремімізді жасап салуларыңызға болады. Яғни джем да болады, сливкимен де болады. Мен мұнда қаймақ пен вареный сгущенканы крем пайдаландым. Бұл рулетті жасауға кеңес етемін, себебі қонақ келіп қалғанда бұл таптырмас рецепт. Өте қарапайым және тез жасалады. 20 минутта дайын болады. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Келесіде өте қызықты рецепттер салатын боламын.